Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, әріптестер. Алматы облысы, Панфилов ауданы, Көктал округына қарасты Ақжазық ауылының тумасы, жерлесіміз, жазушы, баспагер Бексұлтан Нұржекеевке 80 жас мерейтойына арналған мұратына жеткен жазушы атты кітап көрмемізді назарларыңызға ұсынамыз. Көрме 3 бөлімнен құралған. Бірінші, ел атын шығарған ер. Екінші, қаламмен кешкен тағдыр. Үшінші, ежелден елге сүйікті өлке. Көрмеміз, нағыз жазушы шыңдап келгенде ешкімге қызмет етпейді. Қадыр Мырзалидің дәйек сөзімен әрленген. Бірінші бөлімде Бексұлтан Нұржекеұлының фотосуреті. Қысқаша өмір баяны. Келесі басылым Мұқағали Мақатаев энциклопедиясы. Осы кітаптың 575-577 беттерінде Нұржекеевтің Мұқағали Мақатаевпен бірінші кездесуі туралы айта кетсем. Ағалы-інілі араласып кетуі, сонымен қатар кейінгі жылдарда Мұқағалидың басылымдарының шығуына Бексұлтан ағамыздың белсене араласуы. Бексұлтан Нұржекеұлының еске алуы. Мен оны аға деп, алғашқы шығармашылығымның жарық көруіне қамқорлық жасаған жанашырым деп, әлі маған бейтаныс Алматыда анам қайтыс болып сасқалақтап тұрғанымда ақылды сөзімен сүйеу болған бауырым деп жақсы көретінмін. Маған қыдыр болып жолыққан қасиетті ағалардың бірі санаймын деп түсіндірді. Екінші бөлімде қаламмен кешкен тағдыр. Бұл бөлімде Бексұлтан Нұржекеұлының шығармашылығына арналған. 1984 жылы басылып шыққан «Өзендер өрнектелген өлке» атты кітабы. Бұл басылымда ел, жұрт, жер, су және жетісу жайында айтылған. 15 томдық шығармалар жинағында романдар, повестер, әңгімелер, мақала, аудармалар қамтылған. Әй дүние-ай, күтумен кешкен ғұмыр, ерлі-зайыптылар, махаббат формуласы, тағы да басқа 15 томдыққа енген. Сонымен қатар, кітапханамыздың қорында ағылшын тілінде жарық көрген Sinful Love. Бұл әңгімеде Анна Каринаны еске түсіре отырып, автор жас әйелдің жүрегіне сирек кездесетін адамның көзқарасын ұсынады. Өйткені ол надандықпен және басқа да кедергілермен күресуде. Өнер мен өмір кітабы. Жазушының бұл жинағына өнер және өнерпаздар туралы жазған әңгімелері, естеліктері, зерттеулері топтастырылды. Үшінші бөлім. Ежелден елге сүйікті өлке. Бұл бөлімде тарих туралы, Орбұлақ өнегесі. 2018 жылы жарық көрген бұл кітап Орбұлақ жеңісінің 375 жылдығына орай жарық көрген. Жинақ 3 бөлімнен тұрады. Қазақ тарихынан атты кітабы 2019 жылы басылып шыққан. Бұл жинаққа жазушының әр жылдарда қазақ халқының әр қилы тарихына қатысты жазған мақалалары мен зерттеулер жинақталды. 2018 жылғы номер 6 Ақ желкен журналында басылып шыққан аңыз адам мақаласы. Көрнекті жазушының бірегейі Бексұлтан Нұржекеұлы. Қаламгердің көркем прозадағы қоржыны шұрайлы шығармаларға толы. Қазақ қара сөзінде өзінің ешкімге ұқсамайтын стилімен, соны пішінімен даралана білген жазушы бүгінгі күнге дейін бірнеше шоқтығы биік дүниелерді әдебиет айдынына қосты. Еңбегіне орай Бексұлтан Нұржекеев Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, парасат, құрмет ордендерінің иегері, халықаралық Алаш және Мақатаев атындағы сыйлықтың лауреаты атанған. Бексұлтан Нұржекеұлы, сізге зор денсаулық, үлкен шығармашылық, қаламыңыз талмасын, мерейтойыңыз құтты болсын,